Сәлеметсіздер ме ұстаздар? Шымкент қаласы Лермонтов атындағы нөмірі 17-ші жалпы білім беретін мектептің география пәнінің мұғалімі Бисенова Гүлмира Қалдыкеримовна. Бүгінгі авторлық бағдарламамның тақырыбы ғаламдық география. Бағдарламаның ерекшеліктері жаңашылдық, практикалық дағдыларды дамыту, оқушылардың сын тұрғысынан ойлауға үйрету. Педагогикалық мақсат табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, экологиялық сауаттылықты арттыру. Негізгі тақырыптар бізде бірінші жер, планета, күн жүйесі, сағаттық белгілер. Екінші литосфера қабаты, яғни тау жыныстары, Қазақстанның жер бедері. Үшінші атмосфера, яғни климат және ауа райы. Үшінші гидросфера, яғни су қабаты, оған жататын мұхиттар мен өзендер. Бесінші биосфера, яғни тіршілікті қорғау. Әрі қарай бізде қолданылатын құралдар, негізгі техникалар жерді бақылау спутниктері, яғни Landsat спутнигі, одан кейін Sentinel спутнигі, біреуі Американікі, екіншісі Европанікі. Екінші ғарыш телескоптары, яғни Хаббл телескопы, Джеймс Уэбб телескопы. Ғарыш станциялары, халықаралық ғарыш станциялары. Ғаламдық география заманауи әлемдегі ең маңызды ғылымдардың бірі. Болашақта ғарыштың технологиялардың рөлі одан да артады. Жерді қорғау үшін ғарыштық зерттеулерді кеңінен қолдануымыз қажет. Ғаламдық география курсы оқушыларға табиғаттың жалпы заңдылықтарын түсіну, географиялық білімдерін шынайы өмірге қолдана алу, яғни шығармашылық жұмыспен өз көзқарастарын дәлелдейтін жеке тұлға қалыптастыру үшін қажет. Назарларыңызға рахмет.